Бәріңе сәлем, менің есімім Оливер. Тағдырдың жазуымен мен мектеп бойынша жалғыз ұл болдым. Бұл оқиға сіздерге қалай болған айтып берейін. Мен бала күнімнен спортпен айналысқанды жақсы көретінмін, және де әрдайым бірінші орында болатынмын. Мен басқа балалармен жарысып, ұтқанды әрдайым ұнататынмын. Әкемнің жұмысына байланысты біз басқа қалаға көшуіміз керек болды. Ол қала маған өте қатты ұнады. Бұл нағыз саяхатшыларға арналған қала еді. Мен бірден достар тауып алдым. Футбол, бассейнге баратынбыз, және де менің мектепке баратын уақытым келді. Анам жергілікті білім орталығына мені 9-шы сыныпқа қабылдау жайлы хат жазған болатын. Сол себепті де мен ешқандай алаңдаған жоқпын. Мектептердің барлығы бірдей ғой, қандай ерекшелігі болсын, алайда болады екен. Мен мектепке жақындаған кезде ешқандай ұлды кездестірген жоқпын. Және де бірдей киінген қыздар маған біртүрлі қарап тұрды. Олар менің күнделікті киіп жүрген киіміме қарап таңғалған шығар деп ойладым. Сондықтан бір қызға жақындап, мен киімді қайдан алсам болады деп едім. Ол қыз өте қатты таңғалып завуштың кабинетін көрсетті. Завуштың кабинетіне жақындаған кезде мен өзімнің түріме қарадым. Бәрі әдеттегідей, бірақ олардың неге таңғалғанын түсінбедім. Есікті қағып едім, кіре беріңіз деген әйелдің дауысын естідім. Ол әйел басын көтермей жатып, киімдер тұрған қорапты көрсетті. Осы жерге өзің туралы ақпаратты жазуды ұмытпа деді. Мен барып қарап едім, ол жерде тек қана юбка, бантик, тек қана қыздардың киімдері тұрды. Кешіріңіз, ұлдардың киімін қай жерден алсам болады деп едім. Ол ақыры басын көтеріп, маған ұзақ қарап тұрып, бұл жерде неғып жүрсің деді. Мен жаңадан келген оқушы екендігімді айттым. Ол екеуміз бірге директордың кабинетіне бардық. Директор де әйел адам екен. Ол маған түсінбеушілікпен таңғалып қарап тұрды. Мен бұл жерде ер адам бар ма екен деп ойланып қалдым. Завуч директорге болған жағдайды түсіндіріп берді. Директор өзінің журналын алып еді. Ол жерде менің тегіммен Оливия деген қыз жүр екен. Мен осы сәйкестікті директорге айттым. Ал директор болса өзінің компьютерінен ол жайлы ақпараттарды қарай бастады. Ол жердегі ақпараттар менікімен дәлме-дәл сәйкес еді. Менің туған жерім, туылған жылым барлығы сәйкес болып тұрды. Осыны директорге айттым. Ал директор бұл мектеп қыздарға арналған мектеп екенін айтты. Және де анамның жазуы түсініксіз болғандықтан Оливер емес, ол жерде Оливия деп жазылып тұрған екен деп ойлаған екен. Және де мені басқа мектепке ауыстыру жайлы білім орталығына хат жазатынын айтты. Әзірге осы мектепте оқи тұруыма рұқсат етті. Өйткені білім деңгейімді түсіріп алуым мүмкін. Сол себепті де осында білімді жалғастырдым. Ал киімге келетін болсақ, күнделікті киімді киюге рұқсат етті. Бұл күн болған жағдайдың барлығын анама айтып бердім. Ал анам болса бұл жағдайдың барлығын дұрыстайтынын айтты. Арада бір күн өтті, апталар, бір ай өтті. Алайда ештеңе өзгерген жоқ. Білім орталығынан ешқандай хабар келмеді. Мен де қыздардың арасында жүргенге үйреніп қалдым. Бірақ сіздерге айтарым, қыздарды түсіну өте қиын еді. Сыныбымдағы көптеген қыздардың досына айналдым. Өйткені ол қыздар маған қыздардың ғана ортасында болатын әңгімені айтатын болды. Бірде Майя маған бір картонды көрсетіп, осының ішінен менің лагыма келетін түсті таңдап берші, өйткені менің өзім көйлегіммен кигім келеді деді. Мен бір қызыл түсті көрсетіп, осы қызыл түс сенің көйлегіңе әдемі жарасатын еді дедім. Ол ашуланып, сен ақымақсың ба? Бұл дейтін Альферино дейтін түс қой деді. Мен содан кейін түстерді жаттайтын болдым. Осыдан кейін қызыл түстердің барлығының атын жаттап алдым. Ал кардонға келетін болса, оның аты палитра. Сіздер басқаша ойлап қалмаңыздар. Бұл менің қыздармен жақсы араласып, арасынан ерекшеленіп тұрмау үшін қажет болады. Және де пудра, румян және тень, бұлар барлығы бірдей зат емес екенін білдім. Бұлар әртүрлі беттің бөлшектеріне жағатынын білдім. Бірдей түсті сөмке және де аяқ киім кисе оларды мавитон деп атайтынын білдім. Макияж түнгі және де күндізгі болып бөлінеді екен. Маникюр мен педикюр бірдей зат емес екен. Шашын қидырған кезде ол шаш 1 сантиметр артық қиылса, бір апта депрессияға батады, тіпті 2 аптаға да. Ол шаштың қайттан өсіп, қалпына келгені маңызды да емес. Өзімнің қазіргі жағдайымда көптеген керемет жағдайларды байқадым. Өзімді басқа жігіттерге мықты екендігімді дәлелдеудің қажеті де жоқ. Ал бағаларға келетін болсам, мұғалімдер маған тек қана керемет бағалар қоятын болды. Енді ойланып көріңіздер, бір жігітке мыңдаған қыздан келеді. Ал ғашықтар күні болатын болса, мені ғашықтар хатына толтырып тастайды.
Бұл маған өте қатты ұнады. Мойындаймын, менің әлі қызым жоқ. Алайда өйткені қызым болатын болса, мектепте қандай да бір жанжалдар болатыны анық. Өйткені менің артымнан көптеген қыздар жүгіреді. Ең бірінші менің қызыма қатер төнеді деген ойдамын. Өйткені қыздар өте әлсіз адамдар деп айтуға келмейді. Олар ашуланса, өте қауіпті болады. Сондықтан оларды ашуландырмаған дұрыс болар. Егер де маған қандай да бір пәннен көмектер керек болатын болса, маған көмектесетін адамдар бірден табылатын болды. Қыздар достыққа өте адал, және де олар көмектесуге әрдайым дайын болады. Және де оларды ренжіту өте оңай. Сол себепте де адамдармен араласуды өте керемет үйреніп алдым. Қандай жерде қандай сөзді айту керек, қай жерде үндемеу керек, барлығын үйрендім. Бұл болашақта маған өте керемет көмектеседі деген ойдамын. Ал жақында біздің мектепке тексеріс келді. Олар әрқайсымызды бөлек-бөлек шақырып алып, біздің мектебіміз жайлы, біліміміз жайлы, ортамыз жайлы, мұғалімдер жайлы, оларды қанағаттандыра ма, қанағаттандырмай ма, барлығын сұрады. Маған да кезек келді. Ол әйел менен оқушылар жайлы, менің үйім жайлы, менің мұғалімдерім жайлы сұрады. Мен барлығына өзімнің шынайы жауап бердім, және де бір-екі мақтау сөз айттым. Мен бірақ өте қатты таң қалдым. Өйткені бұл әйел менен бұл жерге қалай тап болғаным жайлы, бұл жерде не себепті оқып жатқаным жайлы сұрағанда жоқ. Оның менде шаруасы да жоқ шығар мүмкін. Бір аптадан кейін күтпеген жерден тағы да тексеріс келді. Ол жерде психолог, дәрігер, тағы да басқа мамандар болды. Бізде бәрі таза киінген, денсаулығы жақсы, бәрі ойдағыдай болды. Мақтағанда бізді бойымызды өлшеп, және де салмағымызды өлшейтін шығар, және де біздің медициналық құжаттарымызды сұрайтын шығар деп ойладым. Бұл келген медицина қызметкерлері маған алдында келген тексеріс кезінде болған сұрақтарды қоя бастады. Және де маған өзіңді қай уақыттан бері ер адам деп сезінесің деп сұрады. Бұл сұрақтар маған өте біртүрлі көрінді, және де маған ыңғайсыз болып қалды. Сол кезде күлкісі келіп отырған директор күліп жіберді. Осы сәтте оған дәрігер: сіздің оқушыңыз еркек шораға айналып бара жатыр, ал сіз болсаңыз күліп отырсыз, бұл қалай деді. Осы сәтте менің де қатты күлкім келіп, күліп жібердім. Алдыңғы тексеріс кезінде келген әйел мені қыздан ұлға айналып бара жатыр деп ойлаған екен. Осы жайлы білім орталығына хат жазған, және де ол хатында бұл мектептегілер ол қыздың нағыз ұлға айналып бара жатқанын байқаса да, олар ешқандай қимыл жасап жатқан жоқ деп айтылған екен. Осылайша білім орталығындағылар медицина қызметкерлерін жіберген. Осылайша бізге медицина қызметкерлері келуге себепші болған. Болған жағдайдың барлығы медицина қызметкерлеріне айтып беріп едік, олар да күлді. Және де бұндай жағдай олардың бастарына бірінші рет өтіп тұрған екен. Дәл сол күні бізге журналистер келді. Мен болған жағдайдың барлығын айтып бердім. Сол күннен бастап өте қатты танымал бола бастадым. Ал келесі тұсына келетін болсақ, мені басқа мектепке ауыстыру жайлы білім орталығы өзінің шешімін шығарған болды. Мен осыны басынан беріп қаладым ғой. Алайда олай емес. Мен бұл мектепке өте қатты үйреніп кеттім. Қыздардың арасында жүргенге өте қатты үйреніп қалғаным соншалық. Қыздар мені де өте қатты қимады. Және де мұғалімдер де менің кеткенімді қаламады. Алайда шешім шығарылып қойды ғой. Ешқандай өзгертуге келмейді. Мен білім орталығына бардым. Және де ол білім орталығынан басқа мектепке көшпеуім туралы, осы мектепке үйренісіп қалғаным жайлы айттым. Ол білім орталығындағылар ол заң шығарылып қойды. Сол себепте де басқа мектепке көшетінім туралы айтты. Қыздармен аз уақыт ішінде нағыз достарға айналып кеттік. Менің бұл мектепте оқитын бір ғана ай уақытым қалды. Осыдан кейін мен достармен тек қана телефон арқылы сөйлесіп тұратын боламын. Бұл мектепке енді келмейтініме өте қатты өкінішті болдым. Қыздармен өте қатты үйреніп қалып едім. Тіпті өзімді қарапайым мектепте артық сезінетін болдым. Бұл каналда алдағы уақытта тұрақты түрде видеолар шығатын болады. Сондықтан дәл қазір каналыма жазылып қой. Видеоларды жіберіп алмаш үшін қасында қоңыраушаны басуды ұмытпа. Видео ұнаған болса лайк басыңыз. Осы арқылы сіз секілді керемет көрермендерім көп болады. Және де сіздің қалаңызда осындай мектеп болса,
барар ма едіңіз? Сол жайлы комментарийға жазуды ұмытпаңыз.